Что-то мен жігіттер жұмыс істейміз не істейміз? Айлық беріп жатқан жоқ қой мына жақ. Білмеймін, беретін шығар аванс. Құр аванс алдап қойып отыр ғой бұлар. Айлық бермеді ғой, 2 ай болды ғой бермей жүргенде. Болмаса қоя салайық мына. Көрейік жұмысты. Беретін шығар. Қасым, не болды, настроениең жоқ қой? Жай. Мамам ауырып қалды. Соған ақша керек болып жатыр. Жігіттер, жүріңдер, балдар жиналып жатыр. Бастық келді. Жүріңдер. Жігіттер, мен де сендер сияқты адаммын. Шынымен. Мен де жоғарыдан қалай ақша түседі, сендерге берем. Мен өзім қалтама салып жатқан жоқпын қазір. Мен де күтіп отырмын сендер сияқты. Болмаса машинем сатам, амал жоқ менде. Басқа вариант қалмады. Мен бүгін барам. Құдай қаласа ертең қолдарыңа ақша түседі. Уайымдамаңдар. Bir күн шыдаңдаршы, осы уақытқа шейін шыдап келдіңдер ғой. Менде отбасым бар. Менде бала шағам бар жігіттер. Bir күн шыдаңдаршы. Bir күн. Братан, қанша болды аванспен алдап келе жатқандарыңа? Біздің де отбасымыз бар ғой, братан. Түсініп отырмын барлығыңды. Бірақ bir күн шыдаңдаршы. Bir күн. Иә? Жігіттер, менде басым екеу емес. Магазиннен мені қарыз болып біттік қой. 2 ай болды ақша берем деп жүрген. Қашан бересің ақшаны? Мен де күтіп отырмын сен сияқты. Олжас, есім кім еді? Олжас па? Иә, Олжас. Берем. Құдай қаласа, ертең қолдарыңа ақша түседі. Жарай ма? Уайымдамаңдар. Мен қазір барам бастықтың алдына. Дәл қазір барам. Иә. Сол виноларды алдырдым ғой. Иә, сол $2000 ана жол. Бүгін по полному демаламыз. Жұмысым бар, анау, мынау дегендер жиыстырыңдар. Мен туған күнге болып жатқан жоқ қой. До конца ғой. Ол кезде жас едік қой. Қазір де жаспыз. Кірсей. Сол, бүгін кешке по полному ғой. Срочно ма? Бауырым, мұнда неқта адамдар келіп қалды алдыма. Бірақ кешке міндетті түрде күтем бәріңді. Мен туған күнім күнге болып жатқан жоқ қой. Не болды? Мәке, жұмысшылардың ақшасын беру керек. Нұрмахан, сен немен бірінші күн істесіп жатсың ба? Айтсай оларға. Төбеден ақша түспей жатыр деп. Болды ғой. Айтып кетірістан 2 ай болды, Мәке. Шынымен ят болып кетті. Не айтарын білмей алдым ары қарай. Енді көнбей жатса, 5-6 мың аванс беріп қойсай, болды ғой. Басынан үйретейін мен саған. Мәке, ол жұмысшылардың ақысын жеуге болмайды. Берейік ақшасын. Көнбей жатса, жұмыстан шығар жерді жаңадан адамдар ала бер. Енді бәрін үйретіп отырамын саған. Мәке, жұмысшылар емес, мен кетем сізді. Нұрмахан, сен қалтаң ақша толайын деген ба? Қалтаңа ақша толайын деген ба сенің? Не деп жатсың сен? Қалтама ақша толайын деген жоқ, Мәке. Мен сізді адал істеп жүрмін. Түсінбедім. Сен маған өмір жайлы үйретейін дедің ба енді? Адалдық жайлы үйретейін дедің ба? Ана машинаны, үйді қалай алдың сен? Сен қалай келгенін білесің ба мен алдым, а? Мәке, мен өз еңбегіммен, өз айлығым алған нәрселерім олар. Кетем деп қорқытайын деп жатсың ба? Нұрмахан, пошел вон отсюда. Кетші бар, құрш. Мен сен сияқтылардың мыңын табам, мыңын. Бұндай жұмысқа іздеп жүрген, бұндай жұмысқа армандап жүрген қанша адам. Құршы бар, кетші. Мәке, бірақ істеп жатқаныңыз дұрыс емес. Пошел вон отсюда, кет бар. Не айтып жатсың сен ба?
Сукам, туған күнің настроениені түсіріп. Давай. Жақсы отырыс болды. Зор. Күші кетті оларша. Тойды да. Қазір қалтасына ақша толайын деген да. Қазір үйіне барам мен оны. Өлтіріп тастаймын ғой. Қалай асырадың, солай өлтірем ғой. Күшік кезінде атып тастау керек еді оны негізі. Маған секрет кеп, сіздің дұрыс емес деп. Қой беріңіз, жігіттер, рахмет. Жақсы отырдық. Қайтайын мен. Мәке қой, сен ішіп ағасың. Шоферлік жібереміз қазір. Мас емес мен. Шоферлар жібереміз қазір. Мен рульді ішін кеземеймін ғой, өзім айдаймын. Сапсамын мен. Сапсамын. Мәке қалдырып кетсеңші, машина өзіме қалып тастаймын, Мәке. Қош, нормально. Мәке ішіп аласың өзі. Мен мас емеспін мен. Мәке қазір трезвый айтын шығар өзі. Нормально, қош. Өзім айдаймын, давай. Ассалаумағалейкум. Кімсің болмаға? Кімсің сен? Мен Қасыммын ғой. Сіздің құрылысшылар компанияда жұмыс жасап жатырмын. Неғып жүрсің? Аға, сізге бір өтінішпен келіп тұр едім. Құрылыс барлығы жақсы жүріп жатыр, бірақ осы соңғы 2 айда айлық түспей жатыр. Мен үйде жалғыз бала едім, бала шағам бар. Оның үстіне анам кеше ауырып сырқаттанып қалды. Оған да ақша керек болып жатыр. Үйдің бәрі менің еңбек ақыма қарап отыр. Енді аванс беріп жатсыздар, бірақ енді қазір қиналып тұрмын аға. Бір маған көмектессеңіздер осылай. Былай тартсам былай жетпейді, былай тартсам былай жетпейді аға. Дұрыс жағынан, дұрыс амал жоқтан алдыңызға келіп тұрмын аға. Ертең аласыңдар айлықтан. Ертең. Рахмет аға. Аға, рахмет. Шай өзем аға. Рахмет аға, Алла разы болсын. Нұрмахан? Нұрмахан, сен тыңдасай мен. Сен бұлай істесей? Ертең ана жұмысшылардың күндерін бәрін сана, бәрін толық санап, өткіз. Ертең айлықтарын бәрін таратып бер. Иә. Бәрінің толық. Қарауыл бәріне. Солай істесен. Оғырым, давай, айлықтарын таратып берші бәрін.